Барлықтарыңызға ассалаумағалейкум достар, сіздермен қазақстандық жаңа арна Делакс. Әлемде күніне қаншама қорқынышты оқиғалар болады. Солардың кейбірін камераға жазып алу мүмкіндігі туады. Сонымен бүгінгі видеомызда камераға түсіп қалған қорқынышты құбылыстар. Біздің YouTube арнамызға жазылып, қоңыраушаны басып қойыңыз. Сонда біздің видеоларымызды алғашқылардың бірі болып көресіз. Ал ендеше бастаймыз. Спиритикалық тақта, яғни алдыңғы видеоларымызда айтқан Уиджи тақтасы. Тақта арқылы қандай да бір оқиғаның куәсі болуды қалаған үш қыз ойынды бастайды. Бірақ олардың ойыны жаман болып жатырған секілді. Олар оғаш нәрсе болады деген үміттерін үзгеннен кейін қолдарын алып ойынды аяқтамақ болады. Олар бір-бірімен ұрысып, нұсқаушы тақтаны қолдарымен қозғап жатырғанын айтуда. Бірақ бұл әзіл емес екенін түсінгесін қорқа бастады. Орталарындағы жүрек жұтқан біреуі оның атын сұрады. Ол өзін Джон және жасы 36-да екенін көрсетеді. Және оның көрсетуінше ол осы үйде өлген. Арасындағы бір қыз бұны әзіл ретінде қабылдап дәлелдеуін сұрайды. Бум деген сәтте қыздардың артындағы бірдеме құлай түсті. Қыздардың бірі елес оларға тиісе алмайды дей бергенде, Джон нұсқаушыны аяғына лақтыра қалады. Келесі видеода кішкентай бала бөлмеде ұйықтап жатады. Бір сәтте қайдан екені белгісіз үрленген шар өздігімен баланың жанына ұшып барады. Шар баланың жанына барғасын бір орында жоғары төмен секіріп тұрады. Бірақ та бала оған қорқудың орнына көңіл күйі көтеріліп қуануда. Қалай ойлайсыздар, бұл баланың көңілін аулауға келген елес пе, әлде басқа ма? Ендігі видеомызда Демиан және Кристал есімді күйеуі мен әйелі қуаныштан жайнап отырады. Себебі олар өздерінің көптен армандаған үйлеріне қол жеткізген еді. Бақытты отбасының бақытты күндерінде осы үйдегі өзгеше жайттар орын ала бастады. Олар өздерінің көздерімен көргенде басқаларға айтқанымен екеуіне ешкім сенбеді. Басқаларға дәлелдеу мақсатында үйге бейне бақылау камераларын орнатты. 2022 жылдың 6 тамызында түн ортасында камера мына жайтты жазып алды. Бәлкім бұны жасаған өтірік ойнап жүрген көшедегі балалар шығар. Бірақ мына видеоны балалар жасағанға ұқсамайды.
Hey. Жас отбасы алдағы мерекеге қай достарын шақыратынын ақылдасу үстінде. Әңгіме барысында бір-біріне дауыс көтеріп жатырғанда жан-жақтан дәлелдемелер құлай бастады. Түндердің бірінде Кристал үйде жалғыз қалды. Ол өз бөлмесінде телефонын қарап жатады. Bir кезде мына жағдай орын алды. Ол Демиан жұмыстан ертерек келді деп ойлап, есіктен кіргенін күтіп отырады. Бірақ бұл Демиан емес еді. Кейіннен осындай паранормальды жағдайлар көп болған сайын, олардың бақытты өмірі күйрей түсті. Сондықтан олар үйден кетуі керек болатын. Бірақ нақты шешімді мына оқиғадан кейін қабылдады. Okay. Кешкі ас үстінде әйелінің артындағы шкафтың есігі өзімен өзі қозғала бастады. Олар бірдеме боларын сезіп, бәрін тастап қаша жөнелді. Осы оқиғалардан кейін Демиан мен Кристал бұл үйден бір жолата кетеді. 4 қыз жиналып, спиритикалық тақта арқылы арғы әлеммен байланыс орнату үшін жиналады. Видеода олар өздерінің соңғы сұрағына жауап алғасын басталады. Енді ойынды аяқтауға дайын. Олар 3 рет стаканды айналдырып, тақтаны тазартпақшы болады. Бірақ олардың шақырғандары кетуге асықпады. Өз әлеміне кетердің алдында сол жердегі қыздардың бірінің ішіне кіріп үлгереді. Ол қызды тез босатып жібереді. Құрбысы қорқыныштан жылап, дірілдеп отырған қызды жұбату үшін құшақтап, қорықпауын сұрауда. Аттракцион. Барлық адамдардың адреналин алатын жері десек те болады. Аттракционда көңіл көтеру сәтінде жаныңда қандай адам отырғанына емес, өзіңнің ішіңдегі қорқынышыңа жете назар аударасың. Ал негізіне жаныңа адам емес, елес отыруы әбден мүмкін. Бұл видео желіде көп адамның қорқынышын тудырды. Желі қолданушыларының аттракциондағы арлы-берлі қозғалғанына емес, арғы жақтағы ақ майкадағы қыз қорқытатын еді. Бұл видеоның авторы аттракционға 3 қыздан артық адам отырмағанын айтқан. Бірақ әрлі-берлі қозғалған сайын, ақ киімдегі қыз біртіндеп жоғалу үстінде. Видеоны жайлатып қараған сәтте, ол қыздың түрі сұрғылт тартқан байқасақ болады. Қыздардың айтуынша, олар жанында ешқандай адам болмағанын, тек видеоны кері қайталап қарағанда ғана артық адамның бар екенін көрген. Келесі видео 2021 жылдың 11 қарашасында орын алған. Түнгі 11 шамасында үй иесі үйге келген кезде өзінің үйінің есігі ашық тұрғанын байқап, ұры түсті деп ойлап, полиция шақыртады. Полиция қызметкерлері келіп іздестіруді бастап кетеді. Бірақ олар ұрыны емес, басқа құбылысқа куә боларын кім білген. Бұл оқиға полиция қызметкерлерін біраз есеңгіреткені анық. Видео қызметкердің кеуде камерасына жазылған. And how many rooms do you have? 2 upstairs and 1 downstairs. All right, we're gonna have to go and search the house. Is it okay if we go in? Yeah, of course. You don't have any like pets or dogs or anything? No.
Just stay here, man. Police! If anyone's here, make yourself known. Police! Anyone inside? I'm gonna check downstairs, you get upstairs. Police! Anyone inside, make yourself known. Downstairs, clear. Upstairs clear? Yeah, we're good. Бұл видеода біртүрлі көрінетін үйдегі барлық шкафтар бос көрінді. Полиция қызметкерлерінің үйде жарық қоспауының себебі қозғалған әрбір затқа нақты назар аудару үшін фонариктің жарығымен іздестіруде. Үйдегі есіктер өзімен өзі ашылуда. Қызметкерлер жақындаған бетте ішін қорқынышты үрей биледі. Бәрінен де қорқыныштысы оның артынан шыққан жүрген дауыстар. Ешкім не болғанын түсіндіре алмайды. Үйде ешкім болмады. Осыдан кейін қалайша паранормальды құбылыстарға сенбеуге болады? 2023 жылдың 16 сәуірінде Джейкоб есімді жігіт түнде біртүрлі дауыстардан оянады. Джеффри есімді сайқымазақ қуыршақ әжесінен қалған еді. Ол қуыршақтан қорыққасын барынша есігін жауып қамап қоятын. Бірақ әжесі оған қуыршақты өртеуге тыйым салды. Оның орнына сол қуыршаққа адам секілді қарап көңіл бөлу керектігін айтқан. Бір түні Джейкобты қорқытқан жайттар орын алды. Сағат шамамен түнгі 12 шамасында тарсылдаған дауыстар Джеффри қуыршағы тұрған көрші бөлмеден шығып жатты. Ары қарай не болатыны қорқынышты.
Джейкоб бөлмені тексеріп бастаған сәтте артындағы баспалдақтан біреудің жүріп келе жатырған дауысы шықты. Ол қорқып дауыстың қайдан шыққанын іздестіруде. Артына қараған бетте есік жаймен ашылып, өзіне басын бұрып қараған Джеффриді көреді. Сайқымазақ енді есікке қарауда. Джейкоб қорыққаннан таң атқанша өз бөлмесіне қамалып отырып алады. Келесі күн ақ Джеффриді жертөлеге барып қамауды шешкен. I think I'm definitely going to be moving Jeffrey. Like, with whatever happened last night, I don't want him near me. I'm going to be putting him in the basement, so I'm going to follow up for now. But I think I'm going to put a camera here. Jeffrey's still here, so we're going to see if there's anything I miss. Ол камераны жан-жақты түсіру үшін жылытқышқа орнатып қояды. Бірнеше түндерден кейін ақыры бір жағдай орын алды. Камера айналып, қозғалып жатырғанда қуыршақтың қолы өздігімен қозғалады. 1-2 секунд өте бере жарық шамдары өздерімен өзі жарылады. Сол мезетте біреудің түсініксіз күбірлеп сөйлеген дауысы шықты. Әлі күнге дейін Джеффри сол жертөледе қамаулы. Егер ол қозғалып немесе басқа да оғаш заттар жасайтын болса, жалғасын көреріміз сөзсіз. Я достар, осымен видеомыздың соңына да жеттік. Видео ұнаған болса, біздің YouTube арнамызға жазылып, каналымызды қолдап, қоңыраушаны басып қойыңыз. Сонда біздің видеоларды алғашқылардың бірі болып көресіздер. Видео көңіліңізден шықса, лайк басып қолдап, және комментарияға видео туралы ойларыңызды жазуды ұмытпаңыздар. Бізге сіздердің ойларыңыз өте маңызды. Сіздермен бірге болған қазақстандық жаңа арна Делакс. Келесі кездескенше аман, сау болыңыздар.